Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер? Қазақ тілі пәнінен консультация сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен заманауи сәулет өнері және соның ішінде грамматикалық тақырыбымыз қос нүктені өтетін боламыз. Қазіргі заманауи архитектура 21 ғасырдың сәулеті. Басым стиль жоқ. Яғни заманауи сәулетшілер әртүрлі ондаған стильдерге жұмыс жасайды. Постмодернизация, яғни жоғарғы технологиялық сәулеттерден бастап үлкен ауқымды мүсін еске түсіріліп өте тұжырымдамалық және мәнерлі стильдерге дейінгі нәрсені қамтиды. Түрлі стильдер мен тәсілдерді озық технологиялар мен қазіргі заманғы құрылыс материалдарын жалпы пайдалану сипатына ие. Мысалға айтатын болсақ, жоғарғы және жеңіл 20 ғасырдың ғимараттарына да не қарағанда күштірек ғимараттарды салуға мүмкіндік беретінін, құбыр құрылымы мен автоматтандырылған жобаларды және жаңа технологияларды пайдалану үшін өлшемде ғимараттарды салу олардың модельдеріне мүмкіндік береді. Сонымен қатар дәлдірлігі мен жылдамдығына арттырады. Қазіргі таңда заманауи сәулет өнеріне келетін болсақ, бұл біздің тікелей Алматы қаласында, басқа да қалаларымыздағы қойылған ескерткіштерден, туындыларынан көруге болады. Бүгінгі сабағымызда біз сіздермен қос нүкте деп аталатын грамматикалық тақырыпты өтетін боламыз. Бұл қос нүкте дегеніміз жазуда пайдаланатын тыныс белгілерінің бірі. Көп нүкте сөйлемнің синтаксик ерекшеліктері мен мағынасына байланысты қойылады. Қос нүктенің сөйлемдегі басты қызметі бұл сөйлем мүшелерінің арасында түрлі қарым-қатынастарды көрсетеді. Яғни бұл қазақ тіліндегі тыныс белгілеріне жатады, тікелей сөйлемдегі өз қызметі бар, яғни атқарады деген сөз. Қос нүкте мынандай жағдайларда қойылады. Бірыңғай мүшелердің алдында жалпылауыш сөздер мен жалпылауыш мәнді сөздер келетін болған жағдайда жалпылауыш сөздерден соң қос нүкте қойылады. Яғни жалғаулықсыз салаласқан жай сөйлемдердің алдыңғысының мағынасы соңғы жай сөйлемдер арқылы айқындалып тұратын болса, мұндай жай сөйлемдердің арасында қос нүкте қойылады. Рет-ретімен саналап, яғни баяндауды керек ететін жалпылауыш мәнді сөздерден соң қос нүкте қойылады, яғни төл сөздің арасында автор сөзі келгенде одан соң қос нүкте міндетті түрде қойылады. Тағы да айта кететін жағдай, егер де түйген ойды, қағидаларды, ережелерді дәлелдеу мақсатымен алынған сөйлемдердің алдында мысалы деген сөз қолданылатын болса, содан кейін міндетті түрде қос нүкте қойылады. Мысалға айтатын болсақ, мысалы алма, алмұрт, жүзім, өрік, осы жемістерді жеген пайдалы деп айтатын болсақ сөйлемде, мысалы деген сөйлемнен кейін қос нүкте қойылады. Өйткені ол бірыңғай мүшелердің алдынан басқа бөлек атап айтқанда тәрізді сөздер келіп қалған жағдайларда баса назар аударатын мәнде қолданылса, бұл сөздерден кейін міндетті түрде қос нүкте қойылады екен. Мысалы, көйлек, шалбар және басыңа абадок, тағбал деген сияқты сөйлемді алатын болсақ, мысалы деген сөзден кейін міндетті түрде қос нүкте қойылады. Өйткені ол бірыңғай мүшелерді тергеп талғап тұрғаннан кейін бұл мәнде қатты назар аударатын дүние осы екен.
және тағы да айтып кететін дүние бұл жерде нүктелі өтір. Нүктелі өтір ол жазуда пайдаланатын тыныс белгілерінің бірі. Негізінен жай сөйлемдердің арасында қойылады. Бұл белгіні қоюда сөйлемнің құрылысы мен мағынасы негізге алынады. Нүктелі өтірді сөйлемнің құрылысына қарай қойғанда құрмаласқа енген жай сөйлемдер баяндауыштарының тұлғалық жағынан және жасалу жолдар жағынан сәйкестігі, бірыңғайлығы, тепе-теңдігі, тиянақтылығы ескеріледі. Яғни қос нүкте сияқты нүктелі өтірдің де өз ішінде сөйлемдегі атқаратын белгілі бір қызметі болады екен. Ол тікелей жазуды пайдаланатын тыныс белгілері болып есептеледі. Сөйлемде бағанағы жай сөйлемдердің арасында қойылады. Яғни бұл дегеніміз бұл белгіні қоюдағы негізгі сөйлемнің құрылысы мен мағынасына қатты назар аударылу керек екен. Нүктелі өтіл мағынасы негізге алынып, нүктелі өтірді сөйлемнің құрылысына қарай қойғанда құрмаласқа енген жай сөйлемдер баяндауыштарының тұлғалық және жағынан жасалу жағынан сәйкестендіріліп, бірыңғайлығы, тепе-теңдігі, тиянақтылығы ескеріліп кетеді екен. Нүктелі өтір қойылады мынандай жағдайларда. Яғни бірінші баяндауыштары тұлғалас, мағыналас, теңдес, санамаланған сөйлемдер жалпылауыш мәнді сөйлемдердің мағынасын ашып тұрған жағдайда, және де санамаланған сөйлемдердің әрқайсысы нүктелі өтірмен ажыратылады. Мысал келтіретін болсақ, жұрттың бәрі соған қарай дүрлікті. Біреуі қолын бұлғады, біреуі оның атын атап айтқанды. Енді біреулері ерсілі-қарсылы жүгірді. Яғни Бейімбет Майлиннің шығармасынан алынған сөйлем бұл. Екінші жағдай бұл баяндауыштары тұлғалас сөйлемдер бір-біріне толықтырылып тұратын болған жағдайда, онда салалас құрмалас сөйлемдерінің арасында нүктелі өтір қойылады. Кісіге біліміне қарай болыстық қылады, және татымсызға қылған болыстық өзі адамды бұзады. Яғни Абайдың бір шығармасынан алынған сөйлемде тікелей мысал келтіріп көрсетіп тұр. Және де мазмұны әуендес болып келетін бірыңғай сөйлемдерден соң нүктелі өтір қойылады. Бақпен асқан патшадан мимен асқан қара артық, сақалын сақтап кәріден еңбектен сақтан деген сияқты сөйлемнен қарап көруімізге болады екен. Бүгінгі консультация сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабаққа дейін сау саламатта болыңыздар. Бүгінгі сабағымыз сіздерге ұнады деген ойдамын. Осы тақырыпты меңгеру барысында сіздер көптеген мәліметтер алып, меңгерді деген ойдамын. Сау саламатта болыңыздар.